сөзбен таныс болайық. Бізге Раяны оқып бере қойыңызшы. Әділдік және жауапкершілігі, ал аптадағы сөзі әділдік пен жауапкершілік бір тұтас ұғым. Жақсы, рахмет. Оқушылар, бүгінгі аптадағы сөзі біздің сабағымызға өте сай келіп тұр екен. Бүгінгі сабақты біз әділ және жауапкершілікпен өткізейік. Жақсы ма? Жақсы. Енді олай болса, балалар, алдыңғы сабақта мен сіздерді бірінші, екінші, үшінші, төртінші топқа деп бөлген болатынмын. Енді біз осылай топқа 4 сағат сабағымыз жүйелі түрде өту үшін алдыңғы бір сабақ, бүгін екінші сабақ, одан кейін 4 сабаққа біз сабағымызды, сонда біз 6 сабақты осы топпен жүргізетін боламыз. Бірақ мен бүгін сіздердің топтарыңызға ат қойып алып келдім және әртүрлі түске белгіледім. Бірінші топ бізде бүгін түркеш болады. Қазір оны сабақ соңында сіздер маған айтасыздар неліктен екен. Екінші топ менде қарлық болады. Үшінші топ менде қимақ болады. Төртінші топ менде бүгін оқыз болады. Бүгін біз бұл аттарды қойғанымызда сабақ соңында сіздер маған қорытынды айтып бересіздер. Енді оқушылар сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге сабақтың жаңағы тақырыбымен, сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Сабақтың тақырыбы 10-шы ғасыр, 13-ші ғасырдың басындағы Қазақстан аумағындағы саяси процестер. Бүгінгі біздің зерттейтін сұрағымыз оқушылар 10-шы ғасыр, 13-ші ғасырдың басында саяси карта қаншалықты өзгерді? Сабақтың мақсаты 10-шы ғасыр, 13-ші ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Орта ғасырлық мемлекеттердің ыдырауының негізгі және жанама себептерін анықтау. Енді балалар, мен сіздерге сабағымызды тағы да тапсырмаларды бастамас бұрын мен сіздерге әртүрлі түске байланысты тапсырма, бағалау, қарағын осылай бөліп алып келдім. Себебі біздің топтық жұмыс болғандықтан біз әр топ әртүрлі тақырыпшаларды зерттегендіктен мен осылай жүйелі түрде дайындадым. Қазір түргеш тобы сіздер ақ түссіздер, сіздердің бағалау парақтарыңыз Сабина тобыңызға таратып бере қойыңыз. Екінші менде Қарлық Әбисұлтан тобыңызға бағалау парағын таратып бере қойыңыз. Үшінші менде Сарбол Қимақ аяқ тобыңызға таратып бере қойыңыз. Және Амира Көктөс тобыңызға бағалау парағын таратып бере қойыңыздар. Енді құрметті оқушылар, бағалау парағының үстінде оқушының аты жөні және сыныбы деп тұр. Аты жөндеріңізді және сыныптарыңызды жаза қойыңыздар. Енді балалар алдыңғы оралмас бұрын мен сіздерге мынандай уақыт сызығын жасап алып келдім бүгін тағы да. Бұл уақыт сызығы назар аударыңыздаршы. Нені білдіреді, қандай ой айтасыздар бұл уақыт сызығына? Тағы басқа әркім тағы кім айтады? Тағы айтайын, қолдарыңызды көтере беріңіздер, айта беріңіздер аға. Ал және Сабина бірінші көтер, Сабина. 17-ші ғасырдың аралығында орталық Қазақстанның хронологиясы. Орта Қазақстан аға. Хронология жақсы, тақырып қатары болса, басқа жарайтынымызды. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы берілген. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы 3 кезеңге бөлінеді. Ең бірінші, ерте орта ғасырлар, ол 6 және 10-шы ғасырлар. Одан кейін дамыған орта ғасырлар, ол 10-шы және 13-ші ғасырлар. Одан кейін кейінгі ғасырлар, ол 13-ші және 17-ші ғасырлар. Біріншілермен келісесіздер ме? Иә. Сонда бұл бізді берілген қата. Ал енді бүгінгі біздің сабағымызда қандай өзгешелігі бар? Неге бөлесіздер? Біз қай кезеңді аяқтадық, қай кезеңді бастаймыз? Ерте тарихы. Біз ерте орта ғасырды бітіріп, енді дамыған орта ғасырды өтеміз. Өте жақсы бала. Мен сол үшін отыра қойыңыз. Сіздердің еске бір түсіну үшін уақыт сызығын қойдым. Біз әдемі айтпақшы ерте орта ғасырды аяқтадық, дамыған орта ғасырды не істеп екенбіз? Бастап отыр екенбіз. Жарайды, балалар біз өткенде де дамыған орта ғасырға
қысқа шолу жасап өткен болатынбыз. Енді сіздерге үй тапсырмасы берілген. Алдыңғы білімді тексеру үшін сіздердің бағалау парақтарыңызда 5 сұрақ берілген. Осы бағалау парағының ішіндегі тапсырмаға сұрақтарды оқи отырып, әркім өзі жауабын жазып береді. Сіздерге қазір міне тақтадан шығарып қоямын. Тақтадан шығарып қоямын балалар. Міне тапсырма, тура осы тапсырма сіздердің бағалау парақта тұр. Көрдіңіздер ме? Енді әркім өзі берілген дамыған орта ғасырлық мемлекеттердің атаулары мен хронологиялық шеңберін тірек сызбада анықтайсыздар. Сізге беріледі 3 минут уақыт. Жауап жазатын жер. Біз әділ түрде жауапкершіліктен орындауымыз керек. Жақсы, сіздер болып қалдыңыздар ма? Мен дұрыс. Ajak жазыңыздар. Жақсы, балалар, уақыт аяқталды. Уақыт аяқталды, иә? Біз әділ жауапкершілікпен қараймыз дедік қой, иә? Сондықтан енді бағалау парағы өзіміздің жұптарымызбен алмастырамыз. Бізде айзере ғана бүгін қалғыз, иә? Сонда алдияр сабаққа кеткен жоқ. Сондықтан айзере өзі қазір. Жақсы. Енді балалар, мен қазір жауабын тақтаға шығарамын. Біз әділ түрде бағалаймыз. Қарай. Қарахан жауабы 942-1212. Егер дұрыс болса, астына 1 балл деп қойыңыздар. 12-13 жауабы қыпшақ. Егер көршіңіз дұрыс жауап берсе, жұбыңыз, онда астына 1 балл деп қоямыз. Келесі Найман 12-ші ғасырда 2-ші жартысы жауабы. Дұрыс болса 1 балл. 13-ші ғасырдың басы Керейет. Дұрыс болса 1 балл. Соңғысы Қарақтай. Жауабы 1125, 1212. Енді астында бағалау парағында жалпы балл деп тұр. Көрдіңіздер ме? Дұрыс жауаптарын санаймыз. Астына қанша балл, жалпы баллдан жазамыз. Жалпы балға балл жазып бере қойыңыздар. Кім жазды, қайталап бағалау парағын өз иесіне қайтарамыз. Бір-біріңізді тексеріп болсаңыздар, өздеріңіз қайтарып жалыңыздар. Жақсы. Енді балалар, кімде жоғары балл,
Жақсы. Бекарыс пышақ деп жаттап аламыз. Келістік па? Сосын төртіншісі 13-пен қазір сіз кім деп қойыпсыз? Жақсы. Сіз тек шатастырыпсыз, аға. Бекарыс қарай қойыңыз. 13-ші ғасырдың басы бұл қай мемлекет? Керей. Айбар, сіз қай сұрақтан? Білмедім дейді. Жақсы. Өте әділ түрде естеді. Барлық аламан екенсіздер. Өте жақсы. Онда балалар, алдыңғы білімді біз қай ғасырда өмір сүрді? Осыларға біз көп тоқталған болатынбыз, құрылған жер. Онда келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, енді бұл бізде оқығанға жаңағы негізгі тақырыпты ашылған тапсырмалар. Бұл үшін міне сіздерге қазір мен жалпы тапсырманы шығарып қойдым. Сіздердің бағалау парақтарыңыздың ішінде дескриптор берілген. Сіздер сол дескриптор бойынша жұмыс жасайсыздар. Мысалға, бірінші топтың тапсырмасын бізге алам, оқи қойыңызшы. Түргеш тобы. 13 ғасырдың басындағы Қазақстан аумағында саяси картада қандай өзгерістер болды? Сол мемлекеттерге сипаттама беріп, картаға түсіріңіздер. Жақсы, рахмет. Қарлық тобы Мұса оқи қойыңыз. 13 ғасырдың басындағы Қыпшақ және Қараған мемлекеттерінің төрт айырмашылығын және төрт ұқсастығын жазыңыздар. Жақсы. Оғызды менде аяқ бере қойыңыз. 13 ғасырдың басындағы өмір сүрген мемлекеттердің кем дегенде екі ыдырауының негізгі және жанама себептерін жіктеңіздер. Өте жақсы, рахмет. Қимақты маған жаңқырып бере қойыңыз. 13 ғасырдың басындағы өмір сүрген мемлекеттердің кем дегенде екі Картаға түсіріңіздер. Соңғы сіздерді қима. Жақсы. Енді балалар, сіздердің әрқайсыларыңыздың тапсырмаларыңыз бойынша дескрипторлары астында берілген. Сіздер сол дескриптор бойынша не істейсіздер? Жұмыс жасайсыздар. Енді құрметті оқушылар, менде екі топ картамен жұмыс жасайтын болғандықтан, ол бізге бірінші түргеш және түргеш сіздер аға. Одан кейін менде қима аға. Мінекей, сіздердің қазір карталарыңыз. Мен сіздерге қазір ақпарат таратамын. Оқушылар сіздерге жұмыс жасауға 7 минут уақыт беріледі. Қазір мен уақыт есептеймін. Ақпарат бересіздерге жазып отыруға болады. Сөздеріңіздің барлығы алдыларыңыздағы. Екі оқушылар маған назар аудара қойыңыздар. Бізде бұл екі тақырып оқулықта жоқ. Байқадық, біз өткен сабақта айттық. Сол үшін мен сіздерге алдын ала ресурс берген болатын қосымша мәлімет. Және сіздерге атлас картада картасы берілген, содан оқып келуге де болады дегенбіз. Және оқулықта мәтін ретінде жазылмаса да картасы берілген. Соны пайдалануға болады болады. Атлас картаны, оқулықтың картасын және мен берген оқулық қосымша мәліметті одан кейін өздеріңіздің дәптерге жаздырған алдыңғы сабақтың мәліметтерді пайдаланып қалған тапсырманы орындауға болады. Тапсырманы орындау үшін 7 минут уақыт беріледі. Және менде алдыңғы жолдай қарлық, оғыз, сіздерге мен қазір өз ойларыңызды түсіріп болғаннан кейін тағы да жолдастарыңызға өз тапсырмаларыңызды түсінікті қылу үшін ЖДА тақтасын пайдалануға рұқсат беремін. Сіздер бірінші түсіріп болғаннан кейін бір топтан бір адам шықсын да келсін, алдыңғы жолғыдай сіздер ЖДА тақтасын не істейсіздер? Пайдалана аласыздар. Келістік қойға? Жақсы. Олай болса, балалар бастайық.
Халық тобы сіздер де жедайды қолданасыздар ма? Кім келеді сіздер? Хақта сіздер жедайды қолданасыздар ма? Айырмашылығы кереміз ме ұқсасыздар? Оған балалар жазайсың, жазайсың. Сіздер болып қайдаңыздар? Райана мынанда толықтыңызға болады. Балалар бізде 2 минут уақыт қалды. Өз ойларыңызды жазып қойыңыздар ма? Көмекші туралы ренжіп Allah, 30 sekund vaktimiz kaldı. Oyunumuza cevaptan geleyim. Sizlerden ayrılmazsınız. Üzerine bakarsanız özünüz düşündünüz zaten. Жақсы. Sizlerden еркен азия, еркен азия туралы қоя. Жақсы. Балалар, біз өткен кезде жаңағы ескертіп өттік қой, бұл құлықта мәжбүр болмағандықтан біз естіген тақтаны қолдануға рұқсат береміз. Өйткені бізге бұл қосымша ресурс. Ал балалар, біз жауапкершілікпен қараймыз деп келістік. Біздің уақытымыз болды. Балалар, енді қорғауға бізге 3 минут жеткілікті. Өткен сабақта біз уақыт жаңағы тақырыпты жалпы болғандықтан сіздер 5-6 минутқа қорғау болғаныңызда бүгін кішкене 3 минутқа уже біз қысқартып ойымызды нақты жеткізуіміз керек. Бұл тақырыптың жартысын өткен сабақта қаққан болатынбыз. Енді біздің тақырыбымыз бұл жүйелі түрде шығу үшін біз ретімен айтып шығамыз. Бірінші бізде бұл ретімен келетін түргеш деңгейі келетін бұл бізде екінші қапта бұл қимақ. Сосын бізде айырмашылығымен жаңағы негізгі құлау және жанама ыдырау себептерін айтатын бұл бізде оғыз. Сондықтан біз бірінші түргешке береміз. Өйткені негізгі бастау сіздерді біліп отырсыздар не түргеш екені. Сондықтан түргеш тұлға сіздерге жұмылулар. Күн болмай өздеріңіз естілеріңіздер. Барлықтарыңыз бар. Жақсы, 3 минутқа, иә? Тоқта екеуміз қалайсыздар. Өте жақсы, бастаймыз. Біздің тапсырмамыз түргеш, қарлық, оғыз, қимақ қаламдарының шекарасын картаға түсіру және осы аталған мемлекеттердің құрылуы, дамуы және ыдырауы туралы қысқаша сипаттама беру. Жақсы. Біз қимақ қағанатын жасыл,
фактыбыз. Карлык мемлекети 756-940 жылдары өмір сүрген. Аумағы Алтай және Балқаш көлдерінің маңынан құлау себеп 840 жылы халықтар ұйғарған жерден 25 қала иеленді. Бірақ ыдыраудың себебі қағидарға қысым жасау. Содан дырау себебі ұйғырлардың кезеңінен аға. Сосын өздеріңіз біреулеріңіз айтып отырдыңыздар ма, Қыпшақ деп. Жақсы айта қойыңыз. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырлар аралығында өмір сүрді. Астанасы Янакент немесе Жанакент. Тайпалық құрылымы 24 тайпа болып бөлінді. Оғыз мемлекеті 965 жылы Киев Русінен бізге хазарларды жеңді. Өте жақсы дамуы, иә. 11 ғасырдың басында мемлекет әлсіреп ыдыра бастады. Ыдырау себебі критерий бойынша Ыдырау себебі топ көмектессе болады. Нұрали, Алан, Оғыздардың ыдырау себебі. Жақсы, уақыттарымыз аяқталды. Жарайды, дұрыс, карталарымыз бар, дұрыс отыра қойыңыз. Енді бізде байланыс болу үшін Оғыз сіздер шыға қойыңыз. Рахмет, бірге шыға отыра қойыңыз. Оғыз сіздер шыға қойыңыз. Кім қорғайды, кім өздері шығады. Астына картаны не қойыңыздар. Өргекшіге, Алиға. Жақындата берсеңіздер болады, байланыс шығу үшін картамыз арасында. Карта көрініп тұрсын. Жолдастарымыз бар. Бізге берілген тапсырма дамыған орта ғасырлардағы мемлекеттерді картаға түсіру. Дамыған орта ғасырлардағы ең күшті мемлекеттердің бірі Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы 11-12 ғасырдың басына дейін өмір сүрді. Олардың салт-атты әскерлері жақсы дамығандықтан өте мықты болды. Олар Қимақ қағанатын жеңіп сол жерде өмір сүрді. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары өмір сүрді. Олар қарақалдарды ығыстырып сол жерді иеленген. Оларда сауда жақсы дамыды, себебі Ұлы Жібек жолына жақын еді. Наймандар Киев жайлылықтар 12-13 ғасырларда өмір сүрді. Олар Ертіс пен Олхан өзенінің бойында өмір сүрді. Оларда соғыс өнері шықсында көтерді. Жақсы. Айта қойыңыз, ағылар айта беріңіз. Жақсы. Сіздерде енді ол жерде кім картаның байланысы. Сіздерде бір бала, мына топтан бір бала. Отыра қойыңыздар. Ода сіздің топтасы сіздерде жақсы қазір. Енді біз осыны аяқтап тастайық. Сіздердің уақыт үшінін енді сіздер бір минутта қандай байланыспен біз зерттеу сұрағымыз балалар. 10-13 ғасырлардағы саяси карта қаншалықты өзгерді. Түргеш Кәусардың тобы бізге 6-9 ғасырдың картасын сызды. Нұрисламның тобы бізге 10-13 ғасырдың картасын сызды. Өзгеріс бар ма? Сіз өзіңіздің жетісуыңызды айта алыңызшы. Жетісуда бізде кім? Түргеш және Нұрислам, сізде? Бізде Қарахан мемлекеті. Жақсы. Сіздерде қалған? бізде Қимақ қағанатын солтүстік шығыс және орталықта орналасты. Дұрыс. Ал сізде? Бізде Қыпшақ хандығы ол батыс, солтүстік, шығыс және орталық жерлерде иеленді. Өте жақсы. Ал сізде? Оғыз мемлекеті батыс Қазақстанда. Ал сізде батыс кімге өтті? Қыпшақ хандығы. Жақсы. Кәусар отыра қойыңыз. Енді біздегі негізгі тақырып бұл Қимақ тобының тақырыбы ғой. Саяси карта қаншалықты өзгерді. Өзгерді ме? Бұрын Қимақ хандық Оғыз секілді мемлекеттермен өсірген. Қазір бұларды Қарахан, Қыпшақ хандығы секілді мемлекеттер жаулап алып, сол жерде иеленді. Өте жақсы. Біздің саяси карта естеді балдар өзгеріске ұшырады. Енді бүгін Нұрислам тобының таныстырып кеткен мемлекеттерінің біз қазір бұл мемлекеттерде аяғында не істейді деді? Ыдырайды. Қазір бізге ыдырауының негізгі жанама және негізгісін таныстырады. Бұл менде Оғыз. Кім таныстырады? Шағылыңыздар сіздерге үшінші. Біздің тобымызда 10-шы ғасыр және 13-ші ғасырдың басындағы өмір сүрген мемлекеттердің екі негізгі ыдырау себебін жазу. Және де 10-шы ғасыр, 13-ші
теңестірудің тууы. Үшіншісі экономикалық дағдарыс, сауда мен өзгерістердің әлсіреуі. Жақсы. Енді қосымша жаңа кім пайдаланды? Сіздердің топ өткенде де жақсы пайдаланды бұл тақтаны. Кім? Раяна. Тағы сіздердікінен басқа нәрсе сізге ұсынды ма? Онлайн тақта жерде. Иә. Аха, онда оқып бере қойыңыз. Негізгі себептер әскердің әлсіреуі мен сыртқы жаулап алушылардан қысымы. Екіншісі биліктің орталықсыздануы мен аймақтың билеушілері арасындағы қақтығыс. Жалма себептер экономикалық дағдарыс және сауда жолдарының өзгеруі. Екіншісі мәдени және этникалық айырмашылықтар, ішкі қақтығыстың күшеюі. Үшіншісі табиғи апаттар мен климаттық өзгерістер әсері. Жақсы. Сіздер алынған ресурстар өздеріңізді ұсындыңыздар, ал жердай тақтасы сіздерге тағы да негізгі жанама себепті ұсынды. Жақсы, рахмет. Аха, уақыт үнемдеңіздер. Аха, шыға қойыңыздар. Сіздердің топтарға. Енді бүгінгі біздің Оғыз тобының айтқан мемлекеттерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айтады. Қарлық бізде Қарахан мен Қыпшақ критерийді оқып кетсеңіздер, түсінікті болу үшін. Аха. Біздің Қарлық тобының тапсырмасы 10-шы ғасыр, 13-ші ғасыр басындағы Қыпшақ және Қарахан мемлекеттерінің екі айырмашылығымен және бір ұқсастығын жазыңыздар. Қыпшақ мемлекетінің бірінші айырмашылығы Қыпшақтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Екінші айырмашылығы Қыпшақтар түркі бақтары тайпаларынан құрылған. Соған қарамас Қараханның да айырмашылығы бар. Қарахан мемлекеті Қыпшақ мемлекетіне қарағанда егіншілікпен және қала мәдениетімен айналысқан. Қарахан мемлекет екінші айырмашылық Қарахан мемлекеті ислам дінін қабылдаған мәдени және дінді дамудың жолында болған. Қыпшақ пен Қарахан мемлекеттерінің ұқсастығы екеуі де орталық Азияның географиялық аймағында маңызды тарихи орны болған. Жақсы, бір айырмашылық, иә, сіздерді. Аха. Енді жердай тақтасы сіздердің топта өткенде де Еркеназ өте жақсы қолданған. Басқа сіздер пайдаланған меңгерген ресурстан басқа нәрсе ұсынды ма? Жаңа сіздер оқып отырдыңыздар ғой. Аха. Онда оқып бере қойыңыздар. Айырмашылықтар. Қыпшақтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан, ал Қарахан мемлекеті отырықшы егіншілікпен ерекшеленген. Екінші айырмашылық. Қарахан мемлекеті ислам дінін қабылдаса, Қыпшақтар дәстүрлі түркілік наным-сенімдерді ұстанды. Қарахандықтар қалаларда дамытуға назар аударды. Мысалы, Баласағұн, Самарқанд, ал Қыпшақтар негізінен дала мәдениетіне сүйенген. Төртінші айырмашылық. Қарахан мемлекетінде басқару жүйесі орталықтандырылған, ал Қыпшақтарда әскерлік құрылым басым болды. Қыпшақ және Қараханның ұқсастықтары. Екі мемлекетте түркі халқының мұрагерлері болды. Қыпшақтар және Қарахандықтарда Орта Азия аумағында өмір сүрді. Екеуі де көрші елдермен әскери қақтығыстарға қатысты. Екі мемлекетте ұлы жібек жолының экономикалық маңыздылығын пайдаланды. Өте жақсы. Сіздерге қосымша қандай керемет біздің жердай тақтасы мәліметтер. Аха. Рахмет. Сіздер де жалпы уақытты өте тиімді пайдаландыңыздар. Отыра қойыңыздар. Сіздердің жауаптар олар тыңдалынды. Өте жақсы. Өте жақсы. Өте жақсы болды. Жауап тыңдалынды. Енді олар бізде алдында бір кішкене грамматикалық жақтарына олар енді бір-екі қате болған болатын, иә, бізде тақтада. Бірақ бүгінгі таңда сіздерге мен мұқият тыңдап отырдым. Қанша дегенде бір кейде қателік кетіп қалуы мүмкін. Сіздер басқа да жаңағы жасанды интеллектті қолданған кезде қателіктер. Бірақ мен мына тақырыпта қарап мұқият тыңдап отырдым. Бұл өте дұрыс сіздерге шығарып берілді. Ертең бізде ЖБ-да жанама себептер, ұқсастықтары міндетті түрде басқаша формада келуі мүмкін. Бүгін сіздерге Қарахан мен Қыпшақты айтса, ендігі сабақта сіздерде мүмкін басқа екі Найман мен Жылайырды тап өткізуі мүмкін. Тапсырма формасы. Өте жақсы. Картамен де енді мен сіздерге жауаптарыңызға өз ойымды қосып кетсем, карталарыңыз жақсы шықты. Маған әсіресе міне керемет Найман, Жалайыр тайпаларының келу себептерін қойған екен. Осы жерде сіздер айтып кете аласыздар ма? Біздің медиа қимақ тобы. Найман, Жалайыр, Керейт. Бұл қай жерден келіп жатқан мемлекет? Нұрислам, ғана топ басшысы басқа. Жақсы, Нұрислам, айталышы. Олар Монғолия даласында өмір сүрген, бірақ Шыңғыс ханның қысымынан олар Шығыс Қазақстан аумағына қоныстанды. Қоныстанды, жақсы. Ал не бұл сіз Жалайырды кішкене жетісуға жағалай жақындатып қойыпсыздар картада?
Аха, ол сонда қай жаққа қарай қоныс аударып бара жатыр? шығыс қазақстан. Жетісумен шығыс Қазақстанға қарай қоныс аударған екен. Өте дұрыс. Тағы да түсінікті болу үшін кімнің қысымынан келді? Ол үшін Шығыстан. өте жақсы. Рахмет бала, отыра алыңыздар. Енді құрметті оқушылар, қазір біз жауаптарымыздың барлығымен келсек, біз бір-екі сөзді ұмытпаймыз. Аптаны әділдік және жауапкершілік. Енді әркім бағалау парағын алады да өзінің әділ түрде әркім өзінің парағына жаңа емен критерийменен бала сіздер қазір әділ түрде егер де критерийге топта кім қаншалықты қолда жаңағы көмектесті топ мүшесіне, сол критерий дескриптордың жанына өздеріңізге балл қойып шығыңыздар. Әділ түрде. Өздеріңізге қойып шығыңыздар. Берілген дескриптор бар. Сіз қаншалықты берілген тапсырмаға көмектесе алдыңыз топта? Өзіңізді әділ түрде бағалаймыз. Бірақ барлықтарыңыз бір-біріңізге көмектесіп жаттыңыздар, мен оны байқадым топта. Кейбір балалар кәдімгідей ойланып қалды, қанша қояды. Жақсы, енді бізде бағалау парағын олай болса, қазір мен сіздерге барлығын тағы да соңынан өздеріңізге жалпы балды қосыңыздар. Бірінші тапсырмадағы, екінші тапсырмада алған балдарыңызды қосып, астына жалпы балды маған шығарып беріңіздер. Аха, екеуі қосып астына жазамыз. Бірінші және екінші тапсырмадағы жалпы балды дұрыс. Аха. Жалпы балды астына жазып қойыңыздар. Екеуі қосыңыздар, жалпы балды жазып қойыңыз. Мына екеуін қосыңыз. Бірінші тапсырмада 5 балл, екінші тапсырмада 5 балл. Екеуін қосқанда әркім өте жақсы балдарыңызды шығарып жатырсыздар. Жалпы қанша сонда? Жақсы. Жаза қойыңыздар балалар, қалқамаңыздар жалпы балл тапса. Маған айта сонда балды жинап бере қойыңыз бағалау парағын. Бағалау парағын жинап бере қойыңыздар. Қолдарыңызды тесіп жылдан бере қойыңыздар. Жақсы, енді балалар, мен бағалау парақтарыңыздан өздеріңіз шығарған балды айтып өтейін. Раяна өзіне 9 балл қойыпты. Асылхан 2 тапсырманы қосқанда 9, Құлпынай 9, Аңсар 10 балл қойыпты. Келесі Нұрамір 9, Аяру жаңа 9 балл қойыпты өзіне, Жантуар 9, Сұлтан 7 балл, Нұрислам 10 балл, өте жақсы, Нұрислам өте жақсы қаттыңыз. Айнұр 6 балл қойыпты өзіне, Бегарыс 9 балл қойыпты, Амира 7 балл қойыпты өзіне, Алан 8 балл, Айзере 8 балл қойыпты, Нұрали 9 балл, Нұрали 9 балл, кешіріңіз, Сабина 9 балл, Кәусар 9 балл қойыпты өзіне, Айбар 6 балл қойыпты өзіне, Алдияр 9, Еркенас 10 қойыпты, Мұса 9, Әдемі 10, Мәди Сұлтан 9. Сонда менде жаңа Айнұр мен Айбар бізде 6 балл, 6 дегеніміз бізде енді 4-ке 1 балл жеткен қалдық, иә? Қалғанымыз 9, 8, бізде 9, 10 баллға. Жақсы, құрметті оқушылар, рахмет. Бүгін сіздер сабақта әділ және жауапкершілікті түрде қатысты деп мен сіздерге айтамын. Кішкене ендігі сабақта біз Алдияр, сосын Айнұр тағы да қарай бір жұмыс жасаймыз, жақсы ма? Үй тапсырмасы балалар, мен берген қосымша ресурсты қайталану, оқып келу, оны мен сіздерге алдында берген болатын болған, осы алдыңғы сабақта. Соны тағы да соңғысымен қайталап келесіздер. Рахмет сіздерге.